Сәлем достар, көптен бері фисташковый рулет жасағым келген. Бүгін осыған деген қолым жетті, яғни сәтті шыққан рецепттердің бірі деп айтсам болады. Небәрі аз ғана ингредиенттерді араластыру арқылы осындай керемет дәмді десерт жасауға болады. Дастарханның көркін ашатын, әрі өте нәзік болып шығатын десерттің рецептісін ұсынбақпын. Дәл осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге осындай құрғақ ыдыс қажет болады. Ыдыстарыңызға мұқият қараңыздар. Егер құрғақ болмаған жағдайда міндетті түрде сүртіп барып қана ішіне ақуыздарды салатын боламыз. Негізі біз қазір бисквит жасайтын боламыз. Оған небәрі 3 қана ингредиент қажет. Ол 6 немесе 5 дана ақуыз қажет болады. Сонымен қатар фисташковый ұн қажет болады. Яғни, егер фисташковый ұн табылмаған жағдайда фисташкидің өзін үгітуге де болады. Және 250 грамм сахарная пудра қажет болады. Дәл осы 3 ингредиентті араластыратын боламыз, және дәміне қарай тұз себетін боламыз. Бастаймыз. Ең алдымен ақуыздарымызды құрғақ таза ыдысқа құйып аламыз. Ақуыздың үстіне шым-шым тұз қосатын боламыз. Шым-шым дегеніміз саусақтың уызындай ғана аласыздар, және осыны жақсылап миксерлейтін боламыз. Осы ақуыздарымыз формасын жақсы ұстағанша миксерлейміз. Арасында сахарная пудраны құйып отыратын боламыз. Сахарная пудра барлығын бірден қоспаңыздар, яғни әр миксерлеген сайын бір-бір қасықтан қосып отырсаңыздар болады. Осындай формаға дейін көтеріледі, яғни ақуыздарымыз формасын жақсы ұстады деген сөз. Шамамен мен 5-10 минуттай миксерледім. Ыдысты төмен қаратқан кезде, яғни біздің ақуыздарымыз ағып кетпеу керек, яғни қатты жақсы формасын ұстау керек. Енді фисташковый ұн қосатын боламын. Егер сіздерде фисташковый ұн табылмаған жағдайда, қарапайым фисташкилардың өзін үгітіп, дәл осы ұн тәріздес қылып қосуға болады. Осындай силиконды лопатканың көмегімен араластыратын боламыз, астыдан үстіге қарай, яғни ақуыздар формасын жоғалтып алмас үшін. Енді пергамент бумагасының үстіне біздің ақуыздарымызды төсейтін боламыз. Осы кезде достар, сіздер алдын ала пештеріңізді 15 минутқа қыздырып қоюларыңызға болады. Ескертетін жайт, егер ақуызды төсеген жағдайда шпательдің немесе лопатканың көмегімен біркелкі төсегендеріңіз дұрыс. Сол кезде біздің бисквитіміз біркелкі пісетін болады. Ақуыздарды біркелкі жақпаған жағдайда сіздердің бисквиттеріңіз бір бөлігі қалың, бір бөлігі жұқа болады. Сондықтан осындай шпательдің көмегімен түзулегендеріңіз дұрыс. градуста мен 20 минутта пісірдім. Конвекция қосып, егер сіздер конвекция қоспаған жағдайда асты үстімен тек 25 минутта пісірулеріңізге болады. Енді крем дайындайтын боламыз. Крем дайындау үшін бізге керекті ингредиенттер творожный сыр, сливки және сахарная пудра. Осы 3 ингредиент. Ең алдымен сливкиді құрғақ таза ыдысқа құйып алатын боламыз, және жақсылап миксерлейміз қоюланғанша. Енді сахарная пудраны қосатын боламыз. Ең соңғы творожный сыр қосатын боламыз.
жақсылап миксерлейтін боламыз. Осымен біздің кремге қосатын ингредиенттер аяқталды, яғни біздің креміміз дайын деп айтуға болады. Біздің бисквит суығаннан кейін ғана сіздер пергамент бумагасынан алуларыңызға болады. Осылай астыңғы бөлігіне де пергамент бумагасын төсеп, үстіңгі бөлігіндегі пергаментті қолымыздың көмегімен асықпай алатын боламыз. Енді біздің дайындап алған кремдерімізді жағатын боламыз. Кремді де барлық бөлігіне жеткілікті қылып жағамыз. Бұл кремнің ортасына сіздер кез келген салманы қосуларыңызға болады. Мен осы жолы малинаны қостым. Негізі кез келген жеміс жидектерді қоссаңыздар өте ерекше дәм береді. Малинаның дәмі өте ерекше, десертті одан сайын дәмді қылады. Красиво. Енді пергамент бумагасын көмегімен домалақтайтын боламыз, яғни рулеттің формасын жасаймыз. Егер рулеттеріңіздің сыртқы бөліктері осындай бөлік болған жағдайда, ол қалыпты жағдай, яғни қорқатын ештеңесі жоқ, өйткені кез келген рулетте осындай болады, әсіресе фисташковый рулетте. Мен орадым фисташковый рулетті, енді қазір сыртын безендіретін боламыз. Өздеріңіз көргендей, бізде рулеттің сырты осындай қоңырқай түске айналады және жасыл түске. Мен ортасынан бөліп, екіге бөлетін боламын. Менің каналымда сонымен қатар 2 меренговый рулеттің рецептісі бар. Қазір жоғарғы ссылкасын қалдырып кетем, басып көрсеңіздер болады. Рулетті бірден жеуге кеңес бермеймін. Шамамен 20 минуттай тоңазғышқа салып қойғандарыңыз дұрыс. Сол кездегі жаққан кремдеріңіз бойына жақсы сіңетін болады. Сыртына осы біздің қалған кремімізбен безендіретін боламыз. Осы насадканың көмегімен гүлдің формасын жасаймын және сыртқы бөліктеріне малинаны қойып шығатын боламын. Мен каналымда сонымен қатар осы рулетке ұқсас тағы да тәттілердің, яғни торттардың, десерттердің рецепттері бар. Қазір сіздерге қалдырып кетем. Негізгі ссылкасын, жоғарыдағы ссылканы бассаңыздар, бірден менің каналымдағы өзге де рецепттерді көре аласыздар. Міне достар, осымен біздің рулетіміз дайын. Өте әдемі, бір көргеннен өте адамды өзіне ғашық қылдыратын рулеттің бірі деп айта аламын. Дәл осы рецепті қайталап жасап көріңіздер. Егер сіздерге рецепт ұнаған жағдайда, міндетті түрде өз ойларыңызды комментарийға қалдырыңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер сіз менің каналымда бірінші рет болған жағдайда, онда подписаться деген нүктені басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сол кездегі мен алдағы жаңа шыққан видеолардың барлығын бірінші болып сіз көретін боласыз. Сіздермен болған арайлым, келесі рецептте кездескенше сау саламатта болыңыздар. Достар, kesкен кездегі
көрінісі да осындай болады. Ортасындағы